тағдыр матрицасында жеке энергияларды қалай есептейміз? Жеке энергияға кіретін нәрсе бізде точка А, Б, В, Г, Д. Давайте возьмем примерную дату. 05-08 2001 жыл деп алайық. Осы датаға қазір есептейміз. Точка Аны бізде определять ету үшін бізде 05 5-ші энергия жауап береді. Точка Б-ға бізде 8-ші энергия жауап береді. Точка В-ға жылдың қосындысы 2 мен 1-ді қосамыз. 3. Так, 2 мен 1-ді қоссақ 3 энергиясы жауап береді. Өйткені 2 мен 1 деген не болмайды бізде. Ал енді точка Г-ны анықтау үшін бізге А точкасын, Б точкасын, В точкасын үшеуін бір-біріне қосамыз. Сонда бізде 16 болады. И 16 деген энергияны точка Г-ға келеді. Точка Г-ны біз анықтап алдық. Енді бізге точка Д-ны анықтау керек. Точка Д-ны анықтау үшін 5, 8, 3, 16-ны бір-біріне қосып шығамыз. Точка Д-ны анықтау үшін біз точка А, Б, В, Г-дағы барлық санды бір-біріне қосып шығамыз. Сонда бізде 32 сан болады. Ал нумерология бойынша, тағдыр матрицасы бойынша 32 деген сан болмайды. Сондықтан біз не істейміз? 32-ні бір-біріне қосамыз. 3 қосу 2 дейміз. Тең 5. И бізде зона комфортада 5-ші энергия болып қалады. Мына жерге бізде 5 деп жазамыз. Бұл сіздің жеке линияңызға жауап береді. Жеке өзіңіздің өміріңізге жауап береді. Тура осылай есептеп, өзіңіздің жеке линияңызды анықтайсыз. Және де бұның расшифровкасын білгілеріңіз келетін болса, онда сам себе нумеролог онлайн курсыма тіркеліп, өз тағдыр матрицаңызды есептеп, сіздегі энергиялардың барлығын біліп алсаңыз болады.